Сәлеметсіңдер ме? 7-ші сынып оқушылары. 3-ші тоқсанның 1-ші бөлім бойынша жиынтық бағалауы балалар қысым бөлімі бойынша берілген тапсырманың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші нұсқасы. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады балалар. Каналда басқа нұсқалары бар. Бірінші тапсырмада сәйкестендіріңіздер дейді. Сұйық, қатты, газ тәріздес күйлер. Заттың өзі негізгі 3 күйі бар. Қатты, сұйық, газ, я. Енді мына жерге берген суреттерді сәйкестендіруіміз керек. Бірінші сурет бізде кітап. Кітап бізде қатты денеге жатады. Екіншісі болт. Болт бізде газ тәріздес денеге жатады. Үшіншісінде сұйық зат берілген. Бұл бізде сұйық күйге жатады балалар. Осымен бізге берілген бірінші тапсырмадағы сәйкестендіріп болдық. Келесі екінші тапсырмада күй табаққа ине 8 ньютон күшпен әрекет етеді. Егер иненің ұшының ауданы 0,10 миллионнан 64 метр квадрат болса, оның күй табаққа түсіретін күші дейді балалар. Есептің берілгенін жаздық, F, S мәндерін жаздық, табуымыз керек. P қысымды балалар. P тең F бөлінген S деген формула арқылы қысымды тауып аламыз. Берілген мәндердің орнына қойып бөлген кезімізде балалар бізде жауабы 0,125 көбейтілген 10-8 дәрежесі паскаль шығады екен. Енді бұны біз 12,5 көбейтілген 10-6 дәрежесі паскаль деп алсақ болады. Немесе 12,5 мегапаскаль деп алсақ болады. Мега дегеніміз бізде 10-6 дәрежесін береді. Сол себептен 12,5 мегапаскаль деп алсақ болады балалар. Жауабын жазып қойсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын балалар. Келесі үшінші тапсырмада глицериннің, бензиннің, ацетонның 0,1 тереңдікке қысымын табыңыздар дейді. Есептің берілген жазамыз. H бізде 0,1 метр, глицериннің тығыздығы 13100 кг бөлінген метр куб, бензиннің тығыздығы 710 кг бөлінген метр куб, ацетонның тығыздығы 790 кг бөлінген метр куб балар. G бізде еркін түсу үдеуі тұрақты шама 10 ньютон бөлінген килограммға тең, немесе 9,8-ге тең. Табуымыз керек глицериннің, бензиннің, ацетонның қысымдарын жеке-жеке тауып алуымыз керек. Енді P тең ρ көбейтілген G көбейтілген H деген формулаға саламыз. Сонда бірінші глицериндікі табатын болсақ, 13100 кг бөлінген метр кубты көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 0,1 метрге. Сонда жауабы 1310 паскаль шықты. Келесі бензиннің қысымын тауып аламыз. Ол үшін 710 кг бөлінген метр кубты көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 0,1 метрге. Сонда жауабы 71 паскаль шығады екен. Енді келесі балар соңғысы ацетонның қысымын тауып алуымыз керек. Ол үшін ρGH деген формуламызға саламыз. 790 кг бөлінген метр кубты көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 0,1 метрге балар. Сонда жауабы бізде 79 паскаль шығады екен. Сонымен глицериннің, бензиннің, ацетонның қысымдарын жеке-жеке тауып алдық балалар. Жауабын жазып қойсаңыздар болады. Балалар, осымен бізге берілген 3-ші тоқсанның 1-ші бөлімі бойынша жиынтық бағалауы қысым бөлімі бойынша бірінші нұсқасының берілген 3 тапсырманың барлығын шығарып аяқтадық. Түсінбеген жеріңіз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар, міндетті түрде түсіндіретін боламын. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көріңіздер. Ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар балалар. Сау болыңыздар.